Қайырлы күн, сіздермен Райхан. Кешкі асқа ауыз ашырға таптырмас меню ұсынамын сіздерге. Екі түрлі рулет кабачки және баклажаннан осындай гнездо фаршпен және де тәтті пирог. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, бүгін жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Мен 2 баклажан және 1 кабачки алдым. Бірінші баклажанымызды жеңішке қылып турап аламыз. Міндетті түрде қолдарыңызды абайлаңыздар, кесіп алмаңыздар. Толықтай барлығын осылай жеңішке қылып кесіп шығамыз. Одан соң кабачкиімізді кесіп аламыз. Кабачкиімізді де жеңішке қылып кесіп алдық. Енді екеуін де толықтай турап болғанымыздан соң бір ыдысымызға ұн салып аламыз. Екінші ыдысымызға 2 жұмыртқаның үстіне тұз салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Егер жұмыртқаңыз жетпей қалса, тағы бір жұмыртқа шағып пайдалансаңыз болады. Баклажанымызды ұнға осылай былғап алып, жұмыртқаға малып аламыз. Екіншісінде екі жағына бірдей ұнды жағып аламыз да жұмыртқамызға малып аламыз. Одан соң табамызға қызып тұрған сұйық май құйып, баклажандарымызды екі жағын қызартып қуырып аламыз. Толықтай барлығын қуырып болған соң, енді кабачкиімізді дайындап аламыз. Оны да ұнға аунатып аламыз осылай, екі жағына ұн жағып. Одан соң жұмыртқамызға малып аламыз. Барлығын осылай жасап алып, енді қызып тұрған табамызды қызартып қуырып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Тез дайын болады. Ауыз ашарға пайдалы таптырмас рецепттердің бірі. Барлығын толықтай қуырып болған соң, бірінші баклажанымызды помидор ортасына салып орап аламыз. Майонез және де 2 чеснокты салдым. Қалсаңыздар кішкене тұз сепсеңіздер де болады. Жақсылап араластырып алып, баклажаннан рулетімізді орап аламыз. Қалсаңыздар көкшөп арасына салсаңыздар да болады, әркімнің өз қалауы. Егер қаласаңыздар, помидорын үлкенірек қылсаңыздар да болады. Енді кабачкиімізді міне қуырып алдық. Оның начинкасына творожный сыр және де сметана және де укроп салып жақсылап араластырып алдым. Енді кабачкиден рулетімізді орап аламыз. Осылай арасына укроп қостым. Қаласаңыздар, баклажанға осылай қоссаңыздар да болады. Рулеттеріміздің барлығын толықтай орап аламыз. Енді фаршымыздың үстіне блендермен майдаланған пиязымызды саламыз. Одан соң тұз, бұрышымызды саламыз. Жақсылап біркелкі араластырып аламыз. Енді қызып тұрған табаға сұйық май құйып, оның үстіне пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Пиязымыз қуырып болған соң, үстіне сәбіз саламыз. Екеуін жақсылап қуырып алып, оның үстіне майдалап туралған помидор саламыз. Қаласаңыздар, томат салсаңыздар да болады. Дәмдеуіштер тұздарын салып, бір қуырып алып, үстіне су құямыз. Суымызды құйып, енді бетін жауып, кішкене қайнатып аламыз. Осылай гнездоларымызды қойып шығамыз.
үстіне фаршымызды осылай домалақтап қойып шығамыз, арасына кіргізіп. Егер сулы болғанын қаласаңыздар, үстіне және де су құйсаңыздар болады. Енді бетін жауып, осылай әдемі болып, тез дайын болып, дәмді болып пісіп шығады. Егер және айтып өткенбей, сулы болғанын қаласаңыздар, үстіне көбірек су құйыңқырасаңыздар болады. Бізге осылай дәмдірек болды. Және тез уақытта дайын болады екен. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде бүгін ауыз ашарға дайындап беріңіздер отбасыларыңызға. Пирогтың рецептісі менде төменде сілтемелерде қойып кетемін. Міндетті түрде каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий